Менің көзін самай, давай сені креатив бар кезде осылай сен жөндеп тастайын, ё-моё, алдында дейтін жителге машинаны мен бекер берген сияқтымын, ё-моё. Келді да просто үйіме келіп соға салған айтам да, ё-моё, қайта админға көп рахмет, осындай креатив беріп маған деген үйіңді салып ал дегенде, ё-моё, болмаса креатив болмаса дейтін мен деген далада тұрайын деп тұр едім. Енді жительге енді права алмайынша вообще машина айдатпасын. Так, бізде дейтін мына жақтарын дуптармен жауып тастайық. И бізде дейтін қазір есікті алу керек болады. Так, мына жерге есікті қояйық. Жоқ, достар, бізде есік дейтін не қылмаған екен, кетпеген екен. Все, бізде кузницам жөнделді. Так, мына машинаны барға бекер мына жаққа қойып қойдым. Осы машина бір жерге тығып қоймасам болмайтын сияқты. Ойбай, мына отыра алмай қалған емес. Так, машина дейтін мына жақтарға бір примерно бір. А то жительдер офигевші, алдында деген машина айда бычын шығарған. Ё-моё, ол азда еще менің кузницам барып соққанын айтам да. Ё-моё, если менің кузницамды осылай бұлар соға беретін болса, ертең менің үйім не болмақ? Мен ұйықтап отқан кезде бұлар соғатын болса, ё-моё, негіз бұл дейтін өте қауіпті нәрселердің бірі. Мен кузницам базар жоқ, әдемісі әдемі, ауылда әдемі жерде орналасқан. Бірақ та оны ертең тағы келіп соға беретін болса, мына сияқты жителдер, ё-моё, кейін потом менің безопасностьыма кім жауап береді? Так, онда маған дейтін бір секретный үй салу керек болды ғой. Хей, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Ермұхан достар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен дейтін өзімнің кузнецкиімді жинап, яғни жөндеп алған болатын достар. Алдында сіздер көрген болатынсыздар, менің үйіме дейтін житель без прав, яғни ешқандай правасыз машина айдап білмей, осы менің немне кузницама барып соғылған болатын. И достар, мен қазір дейтін админнен креатив сұрап алған болатын. И креативті сұрап алып, вообще мен дейтін мына тұрған үйімді жөндеп алған болатынмын. Достар, мен бұл үйді жөндеп алдым, бірақ та достар, маған қазіргі уақытта бұл үйде тұру өте қауіпті болып тұр. Себебі дейтін достар, бізде ауылда дейтін андай беспредельщик жителдер көбейіп кетті, өте көбейіп кетті. Прям дейтін машинаны рұқсатсыз айдайды, түнде просто қолдарына пистолет аталып көшеге шығатын болған. Өшім ауылда дейтін өте көп беспредельщик жителдер тап болған. Енді достар, менің ойыма бір әдемі идея келіп тұр. Достар, ол маған секретный үй салу керек. Достар, сіздер видео бастамай тұрып ардаңа жазып лайк басып, осы видеоның астына комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, мен дейтін секретный үй салу себебім жаңағы беспредельщик жителдерден мен қорғанғым келеді. Достар, сіздер білетіндеріңізде бізде жителдер дейтін порталға өте көп бара бермейді. Себебі олар дейтін Незер әлемінен бізде өте қатты қорқады. Себебі ол жақта дейтін достар, бізде өте көп зомбилар бар, сондықтан дейтін біздің жителдер Незер әлемінен қорқады. Достар, мен қазір дейтін кішкене ауылдан алыстау жерге өзім секретный үйім салатын болам. Достар, так бізде дейтін примерно осы жерлерге болады деген ойдамын. Так, достар, мен өзіме керекті блоктарымды алып алған болатым. Так, бізге дейтін мынандай заттар керек болатын болады. Достар, себебі бізге дейтін мына жерге кіруге болмайды деген сияқты осылайдан бір запрещенный зат сияқты біз дейтін жасап қойымыз керек. Осылайдан, так, осылай алдынан бір қоямыз. Так, былайнан бетіп қойып шығайық достар. Все, давай, біз уже бастап кетеріміз достар. Не істейміз қой, уақытсыз кетіп бар. Жоқ қой, шошқа кетіп бар. Тупой екен ғой достар. Так, осылайнан қоямыз мына жерге дейтін біз өзімізге запрещающий, мына жерге кіруге болмайды деген знактарды. Достар, ойлаймын бұл жерге ешкім кірмейді шығар деген ойдамын. Себебі мына знактар бізде өте қауіпті жер дегенді означать етеді. И еще оның жанына дейтін біз былайынан қазір порталдың затын салатын болсақ, достар, одан бетер ешкім керексі келмейтін болады. Мына шошқа қайтеді, менің алдыма шықпай қойды, кетсе бар, жоқ болар. Так, осылайынан қоямыз достар. Осылайынан өзіміздің обсидиандарымызды қоямыз. Достар, бізге дейтін қазір порталдың артына жасыратын боламыз біз дейтін немізді, бункерімізді. Все, так, достар, бізде порталымыз дайын. И порталымызды достар, мен кішкене бір әдемілеп жіберім келіп тұр. Достар, мен оның сыртын білмеймін қазір қандай блоктан жасауға болатыны. Қандай блоктан жасағанда мен, мына кварцевый блокты осылайдан алып, мына шошқа қайтеді. Достар, мен өлтіре салайын ба? Все, достар, өлі. Так, сен шошқа жемеймін мен, давай шошқаны етін былай алып тастайық. Достар, так, бізде дейтін осылайдан кішкене порталдың сыртын осылайдан қатты емес, енді кішкене қатты выделяться етпейтіндей қылып осылайдан кішкене оформлять етіп қоятын боламыз достар. Все, бізде оформление осындай болды. Достар, мен қазір дейтін сіздер білесіздер ме, типа портал сияқты, яғни текстурасы портал сияқты, бірақ портал емес нәрсе бар мен достар. Қараңыздар, біз дейтін қазір осылайдан портал типтегі осындай люкті аламыз. Достар, осылайдан қоямыз достар. Ойлаңыздаршы,
просто бізге порталға ұқсайды, бірақ біз дейтін бұған жақындайтын болсақ, бұл бізде портал емес. Достар, так мына артын осыдан жауып тастайық. И достар, біз дейтін қазір осыдан керемет қылып жасайтын боламыз. Так, в общем дейтін достар, мен қазір порталдың ішін қазуды бастап кеттім. Достар, бізге дейтін қазір керекті бөлмелер жасау керек. Секретный үйді, достар, ё-моё, ата деген білесіздер, біз дейтін жителдер өте любопытный. И достар, қараңыздар, бір порталға кіруде өте қиын. Достар, қараңыздаршы, сырттан қарағанда шын порталға ұқсайды, бірақ та достар дейтін бізде бұл әшейін бізде текстурасы өзгерген люк. Достар, ема оны біздің жителдер білмейді, мынаны шынде ойлап қойды. Былай ашуға олардың бастары жетпейді. И достар, қараңыздар, біз дейтін былай просто мына алмайсың, біз дейтін мына жерде shift басып тұрып, и мынаны осыдан басып тұрып міну керек. Шығатын кезде тоже достар, қараңыздар, мына осыдан басамыз. И осыдан шығу керек болатын болды, достар. Все, достар, давайте мен қазір мына жаққа комнаталар салатын боламын. Так, достар, бізде қазір дейтін осындай болған болатын. Бізде пока что қазір освещение жоқ, достар. Қазір мен стеналардың бәрін әдемілеп жасайтын боламын. И бізде дейтін қазір секретный домымыздың бірінші қадамына жақындап қалдық. Все, так, достар, мен мынаның ішін деген более-менее әдемі қылдым. И достар, бізде дейтін мына жерде білесіздер, бізге не жетіспей тұрғаны, әрине достар, бізде дейтін мына жерде. Так, достар, бұл жерде бізде деген свет жетіспей тұр, әрине. Так, осы жаққа біз дейтін екі-екіден осылайдан қойып шығып, ё-моё, достар, біздің секретный үйіміз дейтін, более-менее қарапайым болуы тиіс, бірақ ішінде барлық условия болу керек. Себебі дейтін біз бұл секретный үйді барынша пайдаланатын боламыз. Достар, қараңыздаршы, мына біз дейтін 3 бөлмелі болған болатын. Так, достар, біз дейтін бірінші мен болып, қазір бірінші кезекте мен не жасағым келіп тұр, достар. Бірінші кезекте дейтін мен ванна, яғни санузелді жасағым келіп тұр, достар. Ё-моё, так біз осыны аламыз, так мына жерге өзіміздің ваннамызды қоямыз. И мына жерге, достар, біз дейтін унитазды қоямыз. И потом дейтін, достар, бізге әрине бізге не керек болады, достар, раковина керек болатын болады. Раковинаны біз дейтін қай жерге қойсақ болады, достар. Мына жер дейтін бізде тоқпаған болатын. Так, онда раковинаны осы жерге қойып қояйық. Все, достар, бізде раковина осы жерде. И дейтін бізге, достар, полотенце керек, достар. Сіздер енді полотенце по-любому керек болады. Ол дейтін біз олмен сүргенмен біз қолымыз сүртеміз. Егер білмесеңіздер. Все, достар, бізде осындай қарапайым бізде шағын ғана не болған болатын. И достар, бізге дейтін қазір әрине бізге есікті жасау керек. Бізде так есік қандай болсын, достар. Все, бізде мынандай айнасы бар есік керек емес, достар. Ол бізде барлығы зат көрініп тұратын болады. Достар, давайте мындай қара немен жасап қояқ, достар. Қара бізде осындай. И все, достар, бізде туалетіміз осындай болды. Қарапайым, әдемі деп ойлаймын. Достар, мен қазір екінші бөлме, ол бізде әрине, достар. Бізде спальный, достар. Спальный дейтін бізде өте маңызды нелердің бірі. Бұл жерде біз дейтін барынша ұйықтап, барынша демалатын боламыз. Сондықтан, достар, осы жаққа дейтін. Так, бізге дейтін кроватьты мына жерге осылайынан қойып қойса қалай болды, достар. Қараңыздаршы, әдемі жерге түсе қалды. И дейтін, достар, бізге қазір дейтін енді бізге дейтін барынша оформление жасау керек бұның ішіне деген. Себебі, достар, білесіздер, бізге деген ұйықтаған кезде, достар, барынша бізде барлық условия болуы тиіс, достар. Так, мен үстіне мен өзімнің қазір, достар, ноутбукты қойып қоян, достар, спальныйға дейтін осы жаққа. Так, бізге дейтін, и бізге қазір дейтін стул керек болады, достар. Достар, қараңыздар, бізде ноутбук бар, стул бар, и осыларды біз қазір пайдаланатын боламыз. И бізге дейтін, достар, біздің неміз. Так, достар, бізде спальныйдың іші, яғни бұл жердің асты болғандықтан, достар, бізге дейтін тазауы өте қажет болатын болады. Сондықтан біз дейтін осылайынан біз дейтін кроваттың жанына өстіп қойып қоямыз. И достар, мына жақта дейтін біз келіп өзіміздің жұмыстарымызды жасаймыз. И арасында, достар, енді біздің ішіміз пыспау керек қой, достар. Сол ішіміз пыспас үшін мен мына жерге, достар, так спальныйға емес, достар, бұны мен дейтін гостиныйға қоятын шығармын. Все, достар, мен гостиныйды бастай берейін, гостиныйды салып, и дейтін мына жерге осылайынан бір типа осындай картиналар тұрған мен өте қатты жақсы көремін, достар. Сондықтан бізде картина тұра берсін, достар. И достар, бізге дейтін қазір кухняны жасау керек, достар. Гостиныйға дейтін. Так, достар, осы жерге біз дейтін қазір мына жерге өзіміздің тамағымызды қойып қояйық, достар. Мына жерге тамақ ішеміз. И потом бізге әрине бізге дейтін стул керек болады. Так, біз дейтін осылай столда отырып тамақ ішеміз, егер білмесеңіздер. И потом бізге тамақ істейтін зат керек, достар. Біз дейтін плитаны қайда қойсақ болады, достар. Мына жақта дейтін бәрі қабаттасып кетті, достар. Онда былай істейік. Біз дейтін тамақта бәрі бір жерде істеледі, и тамақты да барлық бір жерде жейміз. Енді шағын ғана болған болатын. И потом дейтін, достар, бізге демалып отырып мына суретті салатын нәрсе керек. Оны біз дейтін мынаған осылайынан напротив қойып қойсақ қалай болады, достар. Все. Так, осылайынан, олай емес, достар. Мен қазір қалай қойғым келіп тұрайын айтайын ба, достар. Қараңыздаршы. Так, мына жерге бізде симай жатыр. Сондықтан, достар, примерно осы болады деп ойлаймын. Все, достар. Осылайынан біз суретке қарап отырып демалатын боламыз. Бізде отыратын нәрсе көбейіп кетті, достар. Так, бізде даже түсіп қалды. Қараңыздар, ештеңе етпес. Все, достар, бізге дейтін қазір. Достар, мен спальныйға мен телевизор қоюды ұмытып кеткен екен, достар. Ё-моё, так, біз мынаның жанына қоя аламыз, жоқ, достар, бұның жанына өте біртүрлі болып тұрады екен, достар. Онда біз дейтін
жататын жерімізге қазір біз дейтін телевизорды қоятын боламыз. Жататын жерде бүйтіп өйсіп жата қаласың и потом телевизор қарағанға не жетсін достар. Все, осылай телевизорды қойып қоямыз достар, и потом біз қазір былайынан келіп жатып и телевизорды қарай беретін боламыз. Все достар, біз дейтін осындай шағын ғана кішкентай ғана порталдың артындағы өте секретный үй болды достар. Бұл үйге мен дейтін ауылда яғни бірдеңе қауіпті жағдайлар болып жатқан кезде келіп тұратын боламын достар. Қараңыздар, ема просто білінбейді қазір достар. Мадан былай шығып кетейік достар қазір дейтін. Все достар, осылайынан жауып тастаймыз достар. Қараңыздар, ё-моё, бізде дейтін просто білінбейді достар. Қараңыздаршы, мен мысалы мына жақта алыстан келе жатырмын, мысалы мен басқа бір житель болып қояйын достар, и мына жақтан айтып мынандай порталды көремін. Ема достар, сіздер білесіздер, бізде жительдері порталды өте қатты жақсы көрмейді, олар порталдан қорқады. И мынандай ограждениелерді көріп, олар дейтін просто шошитын болады. И потом олар мынаған бетіп жақындаған кезде кіре алмайды достар. Бұл мен не істеу керектігін білейін. Ал мен білемін достар. Қараңыздар, маған осыдан жақындаймын. Осылайынан ашам, и достар қараңыздар, и осылайынан кіріп кететін боламыз достар. И оның ішіне кірсек дейтін бізде мынандай өте секретный үй тұратын болады достар. Қараңыздар, өте тамаша болды, маған өзіме ұнап тұр. Сіздерге ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер достар. Так, біз енді осылайынан үйімізден шығайық достар. Все, біз үйімізден шықтық. Үйіміз емес достар, қараңыздар, біз порталдан шықтық. Өтірік порталдан шыққан болатынбыз. Я достар, бүгін менің сіздерге салған үйім ұнады деген ойдамын. Мынандай өте секретный үй достар. Қараңыздар, мен даже әлі ананы шын порталды ойлап тұрмын достар. Соны комментария жаза кетіңіздер, сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па? Достар, сіздермен болған мен Ермұхан. Достар, арнаны жазып лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен. Всем пока.